Баршаңызға сәлем достар. Бүгін менің каналымда жаңа рецепт, өте оңай және үйде бар заттардан істелінетін печенье рецептісін жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Ол үшін бізге ең алдымен сары майымызды ыдысымызға салып, үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен қазір араластырып алатын боламыз. Бұл жерде айта кететін жайт, майымыз комнатный температурада болу қажет, қатты болмасын, чтобы жұмсақ араласқан кезде миксермен өте ыңғайлы болатын. Және де қанттың орнына сахарный пудра қолдансаңыздар болады. Мінекей мен қанты мен майымды араластырып алғаннан кейін үстіне жұмыртқамды салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламын. Жақсылап араластырып алып, үстіне тағы да шым-шым тұз саламыз. Неке тұзымды салып алдым. Енді жақсылап қайтадан миксердің көмегімен араластырып алатын боламын. Байқап тұрсаңыздар, құрамы өте қарапайым, үйде барлық нәрседен жасалынатын, тез арада пісетін печенье. Ұнымызды ыдысымызға салып алып, үстіне 1 чайная ложка разрыхлителді салып, ұн екеуін жақсылап араластырып алғаннан кейін илеуіштің көмегімен осылай қамырымызға салып араластырамын. Ұндарыңыз осындай илеуіштен өткізіп істеңіздер. Қандай да бір рецепт пісіретін болсаңыздар, любой тестімен байланысты болғаннан кейін ұнды осылай үккіштен өткізген қажет достар. Барлық жасаған нәрселеріңіз әдемі болып шығады. Ендеше екінші бөлігін ұнның салып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей менде осындай печеньелер шықты. Енді печеньелерімізді профилімізге домалақтап салатын боламыз. Әркім өзінің вкусына қарай істесе болады. Насадкалармен гүлді қылып істесеңіздер де болады. Мен осылай домалақ істедім. Үстіне сливадан істелген варенье салдым. Әркім әрқалай өзінің вкусына қарай істесе болады. Начинкасында ендеше қызып тұрған 170 градустағы пешімізге салып 25-30 минутта пісетін болады. Мінекей менің вареньем пісті. Айта кеткендей, жаңағыдай үстіне шоколад, нутелла, әртүрлі джемдер қолдансаңыздар болады. Мінекей өте жұмсақ, еще воздушный болып, томпақ болып шығады. Шайға өте керемет таптырмас рецепт. Обязательно үйлеріңізде дайындап көріңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий баса кетіңіздер достар. Өте активный болғандарыңыз қажет. Рахмет баршаңызға.